Сәлем балалар, бүгін біз қазақ тілі сабағы 77-ші сабақ шығыс септігін өтетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпа. Бүгінгі сабақтан сен сөйлемнен шығыс септіктің жалғауы жалғанған сөздерді таба аласың, шығыс септік жалғауларын білетін боласың. 62-ші жаттығу ертегіні тыңда. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек. Маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін, деп ұртын бұртитты. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігінде 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бірақ асады. Сұр көжек аш қалды. Атасы оған, солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады, деді. Ертегідегі нақыл сөзі тауып, мағынасын талқылаңдар. Ертегідегі нақыл сөз өкпелеген үлесінен құр қалады. Яғни бұл жерде өкпе реніштің адамға зиянынан басқа ештеңе әкелмейтінін айтып тұр. Менсінбеушілік, мансап несібесінен айыруы мүмкін. Келесі бізде 63-ші жаттығу жұмбақ берілген екен. Қане жұмбақты оқып, шешуін тауып көрейік. Аттан биік, қойдан аласа. Сондай-ақ қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, олардың қай септікте тұрғанын айт. Жұмбақтың жауабы ер-тоқым. Оқушылар енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып көрейікші. Аттан, неден, қойдан, неден. Яғни бұл сөздер бізде шығыс септікте тұр. Оқушылар енді біз ережеге назар аударайық. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. Келесі бізде 64-ші жаттығу мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Топ-тобымен жайлады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, ілезде көзден ғайып болады. Бұл тапсырмада бізде мәтіннен шығыс септігіндерді сөздерді тауып астын сыз деп берілген екен. Қане оқушылар, шығыс септігіндегі тұрған сөздерді бірге тауып көрейік. Шығыс септігінде тұрған сөздер қақтан, суаттан, көзден. Ал енді сұрақ қойып көрейікші. Қақтан, қайдан, суаттан, неден, көзден, неден. Келесі бізде 65-ші жаттығу сызбадағы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тап. Бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Қане оқушылар, бәріміз бірге орындап көрейік. Яғни бізде бұл жерде жалғаулар берілген. Біз осы жерге сай келетін зат есімдерді табуымыз қажет. Аңнан, өлеңнен, сабақтан, сүттен, алмадан, үйден. Яғни оқушылар, бұл жерде сөздерге шығыс септігі әртүрлі жалғануының себебі түбір сөздегі дауыссыздарға байланысты болады. Келесі бізде 66-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, мақал-мәтелді көшіріп жаз. Және бір-біріне түсіндіре отырып, сөйлем мүшесіне талдаңдар. Шығыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Отан оттан да ыстық. Бір жеңінен қол шығар, бір жағдан бас шығар. Барлық өнерден сөз өнері күшті. Міне оқушылар осылай толықтырып жазып шығамыз. Ал енді бізде мына жерде тастан, оттан, өнерден деген сөздер толықтауыш қызметін атқарып тұр. Себебі бізге неден деген сұраққа жауап беріп тұр. Ал бір жеңінен, жағадан деген сөздер заттың мекенін көрсетіп тұрғандықтан бұл пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Келесі бізде 67-ші жаттығу берілген сөздердің шығыс септігінде тұрғанын дәлелде. Ол үшін алдымен осы сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра, содан соң сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан. Арайлымнан киім алдым, өрістен мал келе жатыр. Теңізден көрер қызық көп. Керек білімнің бәрін кітаптан алуға болады.
Бұл жерде бізге берілген сөздер шығыс септігінде тұр. Арайлымнан, кімнен, нан жалғауы. Өрістен, неден, тен жалғауы. Теңізден, қайдан, ден жалғауы. Кітаптан, неден, ден жалғаулары жалғанған.